Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орех қосылған өте дәмді печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнама міндетті түрде жазылып алыңыз. Бисмиллах деп ең алдымен бізге қажетті орехтарымызды видеода көрсетілгендей етіп пышақтың көмегімен орташа бөліктерге бөліп аламыз. Өте қатты ұсақтап жібермейміз. Енді қамырын жасаймыз. Таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып аламыз. Үстіне дәміне қарай кішкене тұз және қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Қажетті заттардың құрамын осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді үстіне бір жұмыртқа және екінші жұмыртқаның сарысын ғана қосамыз, ағын алып қаламыз. Қазір бізге печеньенің бетіне жағуға қажет болады. Жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді осының үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып аламыз да, кішкене қамыр қопсытқыш салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді тағы да ұнымыздың қалған бөлігін салып, лопаткасыз қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, бөліктерге салып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Барлығын салатын болсақ, бізде қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Мінекей, біздің қамырымыз дәл осы видеода көрсетілгендей жұмсақ пластилинге ұқсаған қамыр шығу керек. Енді мен бұл қамырмен бірден жұмыс жасайтын боламын. Егер де сіздерде қамырларыңыз қатты еріп жатса, холодильникке қойып алсаңыздар болады. Ұнның көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Мен шыққан қамырды жаюға ыңғайлы болуы үшін екі бөлікке бөліп алдым. Бірінші бөлігін жайып жатырмын. Мінекей, қамырды мен дәл осындай жұқалықта жайдым. Егер сіздер печеньенің кішкене қалыңдау болғанын қаласаңыздар, қалыңдау етіп жайсаңыздар болады. Кейін осындай арнайы кескіштің көмегімен кесіп шықтым. Сіздерде болмаса, бокалдың, кесенің көмегімен кессеңіздер болады. Мінекей, қамырымызды дөңгелек етіп кесіп алдық. Енді ортасын кесу үшін осындай кондитерский насадка пайдаландым. Видеода көрсетілгендей етіп ортасын кесіп аламыз. Сонан соң жан-жағындағы бізге керек емес қамырларды жинап аламыз. Мінекей, дәл осылай печеньеміздің барлығын осы тәсілмен жасап аламыз. Енді бағана алып қойған бір жұмыртқаның ағын бетіне бір тегіс етіп жағып, бағана ұсақтап алған орехтың үстіне аунатып аламыз. Егер орехтар жабыспай жатса, видеода көрсетілгендей етіп қолымыздың көмегімен ашық жерлеріне жабыстырып шықсаңыздар болады. Енді осы печеньемізді пісіретін формамызға жайғастырып аламыз. Мен арнайы пісіруге арналған силиконовый коврик пайдаландым. Кез келген формаға пісіре берсеңіздер болады. Печеньелерімізді 160-170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары өте әдем болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте тез дайын болады, әрі үйдегі бар заттардан жасалатын қолжетімді печенье. Әрі балаларға да қатты ұнайтын ерекше печеньелердің бірі. Сіздермен болған Фариза. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Менен тағы да қандай видео рецепт күтесіздер, соны осы видеоның астында комментария бөліміне жазып қалдырсаңыздар, міндетті түрде келесі видеоларда шығаратын боламын.